қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің жатақхана тәрбиеленушілері, Семей қаласы физика математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің жатақханасы жолдаған қазақтың бас ақыны Дана Абайдың өлеңдерін жатқа оқу эстафетасын қуанышпен қабылдаймыз. Жастықтың оты жалындап, жас жүректе жанған шақ, талаптың ата арындап, әр қиынға салған шақ. Уайым аз, үміт көп, ет ауырмас бейнетке, бүгін ертең жетем деп көңілге алған дәулетке. Қайратпен кіріп жалынбай, ақылмен тауып айласын, мен қалайға салынбай, жылы жүзбен жайнасын. Жалыны қайтар дененің, үнемі тұрмас осы шақ, талайғы кәрі дүниенің бір кетігін ұстап бақ. Құйрығы шаян бет адам, байқамай сен бе құрбыға, жылмаңы сыртта үш арам, кез болар қайда сорлыға. Досыңа достық қарызыз, дұшпаныңа әділ бол, асығыс түбі өкініш, ойланып алмақ сабыр бол. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңке білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойландаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас фанидің мінін көрмей. Міні қайда екенін бөле алмассың, терең ойдың телміріп соңына ермей. жылдығына орай ақынның өлеңдерін жатқа оқу эстафетасын құрметпен Талдықорған қаласы физика математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің жатақханасына жолдаймыз.